Сәлем баршаңызға. Бүгін 30 минутта жасалатын етті бәліш жасаймыз. Бізге дайын ашытқы қосылған қатпарлы қамыр және фарш керек. Фаршымыздың үстіне пияз бен картоплымызды 4 бұрыштап майдалап турап, қалағаныңызша тұз, бұрыш салсаңыз болады. Дайын қамырымызды екіге бөліп, домалақ етіп жайып алыңыз. Ішіне салмасын тегістеп, екінші қамырымызды салып, шетін өріп бекітеміз. Видеодағыдай әдемілеп өріп алсаңыз да болады. Бетін шанышқымен тесіп қойған дұрыс, ортасындағы ауасы шығып, бәлішіңіз ашылмайды. Сыртынан жұмыртқаның сарысын жағып, ысып тұрған пешімізге 180 градуста 30-40 минутта пісіреміз. Сіздерге ас болсын. Егер сізге видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.